Ассалаумағалейкум ағайын. Халықтың өтініші бойынша міне Түрген ауылына келіп қалдық. Халықтың шағымы бойынша су құбырының құрылысы сапасыз жүргізілуде. Жұмсақ топырақпен мягкий грунт дейді тығыздау жасалмаған, сондықтан бетон құдықтар сынып, шөгіп жатыр. Бұл ертеңгі күні судың ағып кетуіне, жолдың бұзылуына және халықтың қаржысының рәсуа болуына әкеледі. Бюджет қаржысы халықтың ақшасы, сондықтан әр тиынның есебі болуы керек. Депутат ретінде мен бұл мәселені бақылауға алып, жауапты мердігер мен тапсырыс берушіден сапаны талап етемін. Халық айтқан мәселе ескерусіз қалмайды. Ал енді міне Түргеннің халқы тұр, осында шағымдары бойынша жаңағы атап өткендей су құбырына байланысты халықтың шағымдарын тыңдайық. Бұл жұмыста сапасыз, сапа деген құрылысы бар, сапалы деймін, сапасыз болып жатыр. Қойған бетондар сынып жатыр, жолда жүру мүмкін емес. Шаң. Біздің су құбырының мәселесінде мені ағай шақырдық. Осы, біздің құбырларды как попало көміп, соны нетіп жатыр. Соған енді бізге көмек берсеңіз. Енді соны тексеріп, нетіп, біз айтқанымызды істемей жатыр бұлар. Бір-екі біздерде фотолары бар, нелер бар, бәрін көрсет аламыз. Вот соған бізге көмектесеңіз. Бар орнына барып көрейік онда. Орнына барып көрсетсек те болады. Ал мінім біз мердігерлердің жұмыс істеп жатқан жеріне келдік. Су құбырларын түсірбаңызшы. Өзінен шыққан топырақпен, өзінен шыққан таспен қайта көміп жатыр деген халықтың шағымы бар осы жерде. Осыған байланысты міне халықпен бірге келіп түсіріп отырмыз. Завтра будете рыть. Вот мы, общественный контроль, народ хочет проверять, как работают подрядные организации. Много жалоб, что нету, не стелят мягкий грунт, что колодцы ломаются. Я не смотрела. Вот мягкий грунт у нас нет. Нет. А вот здесь глубина Парамерзана вообще вам близко. Ана çökse satып кеткен балдар айтады. Неке колодустың түрі үстін жаппайды осындай. Сынып жатыр. Иә. Осы жаңадан салынған, отырып жатыр жаңағы жерлері. Жалпы СНИП бойынша жаңағы жұмсақ грунт төселу керек дейді, құм төселу керек дейді 40 сантиметр. Сондай нормаларының бәрі сондай отыр бұнда. Мердігер компания. Ескі сияқты ғой? Таспен көміп жатыр, мынау деген пластик трубаға ертеңгі зақымын тигізеді. Техникалар. Мердігер компания сапа құрылыс деп жатыр мұнда тұрғындардың айтуы бойынша. Бұл су. Су құбыры. Ана нелерін бір-біріне құрастырған жоқ? Мына колодецтер. Жан-жағы құйылу керек, негізі тәртібі бойынша. Және де деңгейі отырып жатыр бәрінің. Сапасыз жасалған жұмыс. Мына Түрген ауылында біздің Тажиметова көшесінде ана жақтан басынан бастап дұрыс емес. Алдынан шығып, ана жерден шығып, мен айттым еще ана. Мына жасап жатқандарың дұрыс емес қой десем, ана жасап жатқан жігіттер айтады, осы жерді жасап жатқан. Кәте, сіз немене сіздің алдыңызға келгенде сөйтесіз, ана басынан дұрыс жасалған жоқ ол, дейді ана жасап жатқан балалар. Ал құрметті ағайын, осындай сапасыз жасалып жатқан жұмысқа үкімет тарапынан мемлекеттен миллиардтаған ақша қаржы бөлініп жатыр. Бұның бәрі кімнің ақшасы, халықтың ақшасы. Сол себепті қоғам боп, халық боп, осындай нәрселерді біз бақылауға алуға міндеттіміз. Смотрите. Вот сломано. Она сломана, вот она. Сейчас, если машина проедет, все, она провалится. Он полный, смотрите, он грязь. Нет, это грязь ничего, она трубаның іші полный камни грязи. Кейін су жібергеннен кейін анан су не будет у нас вода. Вода вот здесь половина. Жаңағы соңғы колодестерді қара, қазір колодестерді қара. Енді суға толып тұрды. 10 сантиметр.
жаңбырда мен келіп қараймын, су толып тұрады. төменге қойып кеткен мына ана уровень мен мына уровеньді алмаған. Биік тұр ғой міне, Иә. деңгейі бұл телефонын алып тұрмын. Осы не Мына жақ өр кәдімгідей Нет, не мына надо, сан я көрсетсе. сверху сначала говорю, вот это надо, возьмите, алып, Вот мынау осындай жерде біздерде мынандай түргенде осындайлар көп негізі. машина түсіп жатыр ғой. Мына төменге қойып кетіп жатыр. Мынау бір күні қирап құлайды ғой мынау. Обязательно құлайды. Мынау сынып тұр. Дождик идет же, дождь. Вся вода сюда. Полный, меня Потом говорю. Стекает, отсюда да? вот в тот колодец идет. Вон там тоже провалился колодец. Это все память. Там камни, это грязь, Да, Ол всё, кейін грязь. Су келмейді. біз Олар жөндемейді. Бұл жерде жаңағы техбақылау деген технадзор дейді ғой, солар қадағалау керек қой негізі. Осының бәрін тексеріп, жаңағы автор деген болады, солар тексеру керек негізі. Осындай жұмыстардың сапасын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мына құдық, колодец, Даже по колено. деңгейі төмен. Көрдіңіздер ме? Мына уровень дейді ғой. Шұңқырға әкеп қойып тастаған. Бұған не ешқандай қадағалау жоқ па, бақылау жоқ па? Құзырлы органдар қайда қарап жүр. Халықтың шағымы бойынша адамдардың қоршауына осындай тас баластар төгіп қалдырып кеткен қараусыз.